Сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге AliExpress-тен қалай заказ беру керектігін үйрететін боламын. Себебі алдыңғы видеода мен AliExpress-тен посылкаларды ашып көрсетіп обзор жасаған кезде маған көптеген комментарийлер келіп түсті, яғни AliExpress-тен қалай заказ беру керектігін үйретші деген сияқты. Соған байланысты осы видеоны мен бүгін сіздерге арнап отырмын. Олай болса көп сөз айтпай қояйық, кеттік. Сонымен достар, мен сіздерге қазір AliExpress-тен қалай заказ беру керектігін смартфон арқылы үйрететін боламын. Себебі қазіргі уақытта смартфон барлықтарыңыздың қолдарыңызда бар және барлықтарыңызға қолжетімді. Ең алдымен достар, сіздерде Android болатын болса Play Marketке кіресіздер, ал егер де iOS болатын болса App Store-ға кіріп поискке AliExpress деп жазасыздар. AliExpress-ның өзінің бөлек программасы бар. AliExpress. Достап қараңыздар, бірінші шығып тұрған бұл мына жерде реклама auto.ru деп тұрған. Екіншісі міне AliExpress онлайн магазин деп тұр. AliExpress қазіргі уақытта осы интернет магазиндердің ең кең ауқымда тараған және ең танымал болып табылады. Осыны бірінші скачатты басып немесе downloadты басып жазып аламыз. Достар, осы AliExpress-тен заказ берген кезде сіздер заттарды анағұрлым арзанға ала аласыздар. Себебі Қазақстанда бұндай заттар екі есе бағада тұрады. Мысалға сіздер белгілі бір сайттан немесе Instagram'нан заказ берген кезде бір заттарды олар да осы AliExpress-тен заказ беріп немесе Alibaba-дан заказ беріп, оның үстіне ақша қосып сіздерге сататын болып табылады. Сондықтан да өздеріңіз тікелей Қытайдан немесе осы AliExpress-тен заказ берген сіздерге тиімді болып табылады. Достар, міне AliExpress жазылды. Көріп тұрғандарыңыздай қызыл болып тұр, кілең көктің арасында. Басамыз, AliExpress-ке кіреміз. AliExpress ең бірінші ашылған кезде сіздерге товарларды ұсынады, бірақ бұл әзір таңдаудың қажеті жоқ, себебі сіздер AliExpress-ке әзір тіркеген жоқсыздар. Ең шеттеп мой профиль деген тұр, сол мой профильға басасыздар. Бастым, міне қызыл болып белгіленіп тұр мой профиль. Бұл жерде ең алдымен YT дегенді басасыздар, мынау тұр, YT-ге бастым. Менде бұрын аккаунтым болды. Бірақ сіздерде бұндай нәрсе шықпайды. Сіздерге зарегистрироваться деген шығу керек. Міне зарегистрироваться деп неште тұр көкпен, соған басам. Вот регистрация басқан кезде бізде почта мен пароль сұрап тұр. Немесе оның астында көптеген TikTok арқылы да, Instagram арқылы да тіркелуге болады екен. Бірақ мен бұл жерге почтамды жазамын. Адрес электронный почта деген жерге басасыздар. Потом өздеріңіздің барлықтарыңызда почта бар деп ойлаймын. Немесе оны аша салу қиын емес. Почталарыңызды жазасыздар. Потом мына жерде пароль сұрап тұр, өздеріңіздің парольдеріңізді жазасыздар. Мінекей достар, Honor is by user деп тұр. Мені, яғни AliExpress-ке тіркелдім. Бөлек почта пароль арқылы сіздер де өздеріңіздің почта парольдеріңіз арқылы осылай тіркеле аласыздар. Ең алдымен бұл жерде біздің жасайтын нәрселеріміз әлі көп. Төбедегі Қазақстан туы тұр, соның қасында настройканы көріп тұрсаңыз, соған басасыздар. Одан кейін адрес доставки Қазақстан деп тұр. Міне осы жерде тулардың арасында сіздерде егер Қазақстанның туы тұрмаса, Қазақстанды басыңыздар. Одан кейін регион біз Алматыны таңдауымыз керек. Мен өткені Алматыдамын. Сіздер егер басқа қаладан болсаңыздар, өздеріңіздің қалаларыңызды таңдаңыздар. Міне мен Алматыны таңдадым. Алматы. Одан кейінгі адрес доставкадан кейінгі тұрған ол валюта деген, яғни біз өзіміздің теңгемізді таңдаймыз. Яғни біз заттарды қараған кезде олар бізге доллар ретінде емес, бізге өзіміздің теңге ретінде көрсетіліп тұрады, яғни 2000 теңге деген сияқты көрсетіліп тұрады. Бұл жерде менде KZ теңге таңдалып тұр. Міне сіздер де дәл осылай Қазақстанды таңдаңыздар. Одан кейін валютадан кейінгі язык енді біз Қазақстан бұл жерде өкінішке орай жоқ, сондықтан да русский тұра береді. Тілді таңдап болғаннан кейін ең төбеде профиль деген тұр. Профиль бұл жерде көп нәрсе қатты маңызды емес. Мына жерде фотоңызды өзіңізді қоюыңызға болады деген сияқты, жынысыңызды белгілесеңіз болады деген сияқты. Ал одан кейін осы профильдің астында адрес доставки деген тұр. Бұл адрес доставки өте қатты маңызды, себебі сіз берген заказдың қай жаққа келетіндігі осы адрес доставкиге байланысты. Яғни сіз бұл жерге өзіңіздің қалаңызды, өзіңіздің почтаңызды жазуыңыз керек. Яғни почта дегенде сіз белгілі бір үй жағыңызға жақын почтаны белгілейсіз, сосын сол жақтан барып сіз өзіңіздің посылкаңызды алып кетсеңіз болады. Ендеше адрес доставкиге кірейік. Добавить новый адрес дегенді басамыз. Потом мына жерде контактное лицо деген тұр. Бұл жерге сіздердің өздеріңіздің фамилия аттарыңызды ағылшынша жазыңыздар. Қазақша жазып қойып жүрмеңіздер. Бұл жерде қазақша шрифт қолданылмайды. Яғни мен қараңыздар, Арнор өзімнің атымды және де фамилиямды жаза салам болды. Қиындық жоқ. Одан кейін астындағы өздеріңіздің номерлеріңізді жазасыздар. Одан кейін улица деген бұл сіздердің жаңа почталарыңыздың көшесі, соны жазасыздар. Міне мен Алматы қаласынан болғандықтан да Жандосова Жарокова көшенің қиылысын жаздым, яғни сол жерде почта менде орналасқан.
көшені жазып болғаннан кейін ең төменге қараңыздар, почтовой индекс деген тұр. Міне мына жер. Бұл жерге сіздер өздеріңіздің жаңаға белгілеген почталарыңызда өздеріңіздің индексі болады, соны жазасыздар. Егер почталарыңыздың индексін білмесеңіздер, оны тугис арқылы білуге болады. Міне тугис деген программа. Мен қазір мына почтаны белгілеген болатынмын. Қазір почта. Бұл жерде менде мынау тұр. Жандосова 21 деген астында 050057 деген тұр. Бұл менде почтовый индекс болып табылады. Мен бұл жерге осыны жазамын 050057. Одан кейін міне городқа енді білесіздер, өздеріңіздің қалаларыңызды жазасыздар. Қазақша жазып қойып жүрмеңіздер, мен бағана айттым. Қазақстан, регион, бұл жерде менде Алматы. Міне барлық таңдалды. Сохранитті басамыз. Міне менде почтам сохранить етілді, яғни мен заказ берген посылкалардың бәрі дәл осы почтаға келіп түсетін болады. Сосын мен оны барып смело алып кете беремін. Достар, міне бізде барлығы дұрыс орнатылды, тек қана бір нәрсе ғана қалды, оны мен қазір кейін айтамын. Енді біз товарларды көруге ары қарай кете берейік. Ол үшін біз главныйды басамыз. Мына жерде бізге көптеген товарлар тұр, бірақ бұлардың қажет емес. Біз өзіміз керекті зат іздеу үшін мына жерде поиск тұр, поискке баса саламыз. Потом қазіргі уақытта мен жаңа іздеп көрдім. Беспроводный наушникке хит болып жатыр екен. Беспроводный наушникті көрейік. Вот, беспроводной наушниктерде бізге көптеген ассортимент ұсынды. Енді бұл бесконечно, шынымды айтсам бітпейді десем де болады. Слишком көп, достар. Бұған сіздер чехолымды алсаңыздар болады, наушниктерін өздеріңіз заказ берсеңіздер болады. Енді көріп тұрғандарыңыздар өте көп. Мен ең алғашқысына барып тоқтай салайын. Ең алғашқы келдік. Хоп, бұл ойбай, кешірім сұраймын. Басқасын көре салайық. Что-то бір қыз шығып кетті. Мынаны көрейік. Бұл жерде беспроводной наушник 700 теңге деп тұр. Да, 700 теңге. Мына 700 теңгеге алуға болады. Товарды алмас бұрын, достар, мен сіздерге советую. Мына жақта бізде отзыв деген бар. 1201 деп тұр. Отзывқа басамыз. Бұл жерде бұл сатып алған адамдар өстіп отзыв қалдырады. Мен мысалға көрдіңіз оны, үйінде түсірген, плед па, соның үстінде түсірген. Бір нәрселер жазған, короче, мына жақта мен оның бәрін сіздерге оқып бере алмаймын. Сіздер өздеріңіз оқисыздар. Егер адамдар жақсы, керемет наушник деп жатса, алуға болады, ал егер жаман деп жатса, алудың қажеті жоқ деген сияқты. Мысалға, мына жерде классные наушники деген, яғни наушникті мақтап тұр. Бұны примерно алуға болады деген сөз. Ары қарай басқасын көрейік. Не зат іздесек болады басқа? Бір қиын нәрсе іздейікші. Жилет деп көрейікші. Білмеймін, ойыма келді, соны жаза салдым. Көрдіңіздер, бәрі не болса соны тауып береді бұл жақта. Қазір көрейік енді тағы. Киім жазсақ, иә, футболки. Міне, көптеген енді прям таусылмайтын әдемі. Мына жерде Among Us 800 теңге дейді. Мысалға енді мен сіздерге бір алуды көрсетейін. Яғни заказ беру үшін поискті басып, өзіміздің қалаған затымызды іздейміз. Мен бағанағы наушникті көре салайын. Міне бірінші наушникке басам. Бағана біз бұл наушникті көрдік, яғни бәрі классный деп жазған болатын. Енді бұны заказ беру үшін ең шетінде купить сейчас деген қызылмен тұр. Соған басасыздар. Потом бұл жерде бізге таңдау беріп тұр. Ақ цвет немесе қара цвет деген сияқты. Мен қара цветті таңдаймын да, мынау China деп тұр. Chinaға басам, өткен ол бізге Қытайдан келеді. Егер біз Россия дейтін болсақ, бізге доставка келмеуі де мүмкін. Не доставляется деп тұр. Біз сол үшін China-ны басамыз, яғни Қытай. Потом продолжить дейміз. Енді көріп тұрғандарыңызда ең төбесінде міне Arnor is by деп бағанағы біз терген адресіміз тұр. Одан кейінгі ең төменге қарайтын болсаңыздар, к оплате деп тұр. Примерно 725 теңге. Яғни сіздер қазір 725 теңге төлейсіздер да, мына наушникті аласыздар. Түсіндіңіздер ғой, Потом кеттік. Оформить заказ дегенді басамыз. Бағана мен, достар, бір нәрсе айтпай кеттім, оны кейін айтам дедім. Ол дәл осы. Сіздер төлейтін кезде енді ауамен төлеп жүрмейсіздер. Әрине карточкаларыңызды беру керек. Добавить карту. Вот, бұл жерге сіздер картаңызда Каспий Голд болсын, АТФ болсын, білмеймін қандай банк, сізде соның картаңыздарда бүкіл данныйды осы жерге толтырасыз. Мына жерге номер жазасыздар, мына жерге аттарыңыз жазасыздар, мына жерге қай жылы берілді деген сияқты жазасыз. Мына жерде ең картаның артындағы бір 3 сандық па 4 сандық па код болады, соны жазасыздар. Потом готов деп басасыздар. Ары қарай сіздерде заказ берілетін болады. Достар, заказды беріп болғаннан кейін мой профиль дегенге кіресіздер. Мен бұрынғы аккаунтымнан көрсетемін. Өйткені мен бұдан осыдан 10 күн бұрын бір заказдар берген болатынмын. Сіздің заказыңыз мына заказ деген бөлімде посмотреть все дегенге басасыздар. Сол кезде дәл мек сияқты сіздің берген заказдарыңыз өсіп тұрады. Мынау мысалға естеріңізде болса, мен кулерді, защитканы, мыналардың бәрін алдыңғы видеода ашып көрсеткен болатынмын. Ал қазіргі уақытта мен мына екі заказды күтіп отырмын.
рубашка сияқты, потом мынау медицинский үй қатағатын. Мысалға мынау біріншісін көрсетейін, мен бұны примерно осыдан 4 күн бұрын беріппін. Яғни бұның келуіне сіздерге примерно 90 күнде береді. Осы 90 күннің ішінде келеді дейді. Бірақ бұл 90 күннің ішінде емес, бір айда примерно 30 күннің ішінде келеді. Егер 90 күннің ішінде келмесе, сіздер спор аша аласыздар. Міне открыть спор деген мына жерде тұр. Осыған басып, менің затым келмеді деп ақшаңызды қайтарып алсаңыз болады. Ал егер де затыңыз келіп, бірақ затыңызда бір брак болып, бір жері жыртық болатын болса, тоже спор ашасыздар. Сосын суретке түсіріп жібересіздер. Бағана отзывты көрдіңіз ғой, дәл сондай сияқты сіздердің де отзывтарыңыз сол жаққа шығуы мүмкін. Типа мына жері менікі жыртық деген сияқты, сосын оны продавец көреді, сіздің ақшаңызды қайтарып береді. Ал егер де заказыңызды сіз қай жақта келетінін білу үшін информация о доставке дегенге басасыздар. Міне осы жерде сіздерге примерно қазір айтады. Міне менікінде окошко ашылады. Доставка ожидается 02 январь және 15 январь. Осы аралықта келеді. Мына Китай дегенде көкбелгі, Алматы деген жерге дейін толу керек. Сол кезде сіздердің соткалеріңізге сообщение келеді. Типа сіздің доставкаңыз мына жердегі почтадан мынандай ящикте тұр, барып алып кетсеңіз болады деген сияқты. Сосын барып сіз оны алып кете аласыз. Товарларыңызды алғаннан кейін подтвердить получение товара деген мына жерде қызылмен жазылып тұр. Осыған басып, сіз товарды алғаныңызды растайсыз. Достар, мен сіздерге от и до барлығын көрсеттім. Қалай тіркелу керек, қалай заказдарды көру керек, отзывтарды қалай жасау керек деген сияқты, қалай заказ беру керек, қалай оны қарап отыру керек деген сияқты. Мен барлығын сіздерге үйреттім. Енді пайдаланыңыздар, өздеріңізге ұнаған заттарды бере беріңіздер десем де болады. Осымен менің видеом аяқталды. Мен сіздерге от и до үйреттім. Егер де видео ұнаған болса, маған лайк басыңыздар, каналыма тіркеліңіздер, комментарий қалдырыңыздар.